Охотзоопром деген организация бар, РГП. Алматыда отыр. Бірақ жұмыс істейді, Қазақстан бойынша жұмыс істейді. Соны бүгін көшіріп болады ғой. Мен кезінде арқалыққа көшіріп болады. Мен кезінде кім министр болғанда Шукеев. Сол кісіге айттым. Ол айтты, жақсы идея деді, давай көрейік деді. Бірақ содан кейін басқа жаққа жұмысқа кетіп қалды да, сол қалып қойды. Енді осыны қайтадан көтеріп, соны РГП, резерв РГП Охотзоопром көшірсе, онда мың адамдай ертең жұмыс табылады. Инвестиция кіреді. Инвестиция кіреді. Содан кейін оның екінші жағы, оны қазақшам жетпейді, орысша айтқанда надо апгрейд сделать. То есть надо в акционерное общество перерегистрировать. Киікке охота ашылады. 23 жылы. Бірақ әлі біздің мемлекет оған дайын емес. Программасы жоқ, ештеңесі жоқ. Соны қазір Минэкология дайындап жатқаны, соны қайтадан сол Охотзоопромға берейін деп отыр. Охотзоопром істей алмайды. Неге дейсіз? Оған не керек? Менеджмент, строительство не керек, переработка керек. Оны Охотзоопром госпредприятие бар. Госпредприятие білесіздер, это не очень хороший менеджер. Оны қазір үлкен проблема, енді келесі жылы киік ашылса, уже бітеді 23 жылда. Оны дұрыстап, оны пайдалануға халыққа беру керек. Через бизнесмены, через предприниматели. Сол кезде предприниматели сами построят. И переработку рогов будет заниматься, и переработкой шкуры будут заниматься, и переработкой мяса будет заниматься. Это должен заниматься бизнес, а не госпредприятие. Госпредприятие, как обычно, Охотзоопром возьмет миллиарды денег и тихо, мирно похоронит их, в убыток уйдут и все. Оны бизнеске беру керек. Соны бүгін уже мен Брикешке кіргенде айттым, бүгін уже жағдайын жасау керек. Надо разрабатывать правила, как использовать его. Білесіңдер, кезінде Францияға экспорт жасадық па? Киіктің етін, бүкіннің етін. Францияға экспорт жасадық. Мен Америкада достарым бар, бәрі келетті, олардың мақсаттары осында келіп киікті атып алуға. Сол бір киікке $10 мың төлей деп отыр. Мен мысалы рогачка. Онса әкеткенде етін әкетпейді, тек қана мүйізін ғана әкетеді, терісін. Басынан кетеді. Басын терісін әкетеді, мүйізін әкетеді. Ол трофейный охота дейді. Катардың патшасымен кездескенмін Дохада. Екеуміз жекпе-жек әңгімелесіп отырғанда соны айтқан мәселесі менің арманым бар дейді, мақсатым бар дейді. Қазақстанда осындай ашық мекеменен алсам дейді. Сонда біз екеуміз сөз отырғанда айтты, міне Қызылордаға жіберсеңдер, Қызылордадан сендерге аэропорт салып береді. Пассажирский грузовой терминалмен қосып. Мешіт салып береді и аурухана салып береді. Қызылордадан. Оны бәрін десе, арқалыққа апару керек, и арқалықты сол арқылы асыруға болады. Осында. Ол үлкен бизнес. Ол жерде Кувейт та бар, Бахрейн да бар, Саудиттер бар. Бәрі олардың нелер ғой, альтанилар ғой, бәрі патшалары, бір-бірімен туысқан. Бір-бірімен ағайынды. Бірақ бір-бірін жек көреді да. Сол біреу Қазақстанға келсе, екінші келеді, соның қасына өзінің охот хозяйствосын алуға ұмтады. Олар Мароккода ұстайды, Өзбекстанда ұстайды охот хозяйстволарын. Сол дуадақтың артынан жүреді. Ашықтың арқасында бүкіл әлемді аралап келдім. Америкада болдым, Африкада да болдым, Европада болдым. Сонда сол мемлекеттерде өкімет бір тиын бермейді неге? Охотничий отырысыға. Наоборот, охотничий отырысы пайда әкеледі. Тек қана бізде ғана Қазақстанда біздің Минэкология өкіметтен ақша алып отыр, миллиардтан. Бүгін осы охотничий отырысты дұрыстап көтерсе, дұрыс заң жазса, онда өзін көтеріп, осы жаққа инвестиция келеді. Менде Америкада практически бәр конвенцияға барам, научный конвенцияларға, по сохранению и использованию животного мира. Животный мир деген, орысша айтқанда, это возобновляемый ресурс. Оны дұрыс пайдалансаңыз, он возобновляемый ресурс. Это не нефть, не газ, не ископаемый. Ол өзін
да, ол мәңгілік ресурс та. Осыны дұрыс пайдалану керек. Инвесторлар толып отыр. Қазір мен уже 3-4 жыл болды, бір программаны жасадым. Америкадан осы біздің арқарды сақтау үшін Америкада аңшылар келіп отыр. $100,000 бір арқардың басына төлеп отыр. Сол ақша. Мен сізге бір не айтып берейін, бір оқиға болған. Кезінде ана Пакистан мен Индия бөлінді ғой. Сол бөлінгенде Пакистанда не болды? Жемқорлық болды, не болды, ашаршылық болды. Сол кезде ана Пакистанның тауларында мархур деген не бар, ешкі, мархур деген ешкі. Соны халық, ет жоқ қой, соны халық ет ретінде пайдалануға. Соның несі азайып қалған. Да 50-60 особей всего осталось. Сонда менің осы Wildship Foundation деген фонд бар. Солар келіп Пакистанның елдеріне патшаларына айтқан ғой, біз оны сақтап берейік. Бізге беріңіз, біз пайдаланамыз. Олар айтты, қалай сақтайсыңдар дейді. Ол айтты, бізге 4 лицензия беріңіз, 4 лицензия, соны атуға. Олар айтты, қалай, и так уже өліп жатыр, қалай сендер атасыңдар? Олар айтты, беріңдер 4 лицензия. Сол 4 лицензияны алған, сол 4 лицензияны $100,000 сатқан ғой 4 кісіге. Сол $400,000, соның сол таудың етегінде тұратын 3-4 кишлак бар, сол ақша соларға пайдасына кетті. Сол бәрі ақша. Бір тиын мемлекет алған жоқ, бәрі ақша сол жерде қалды. Сонда өзінің сол жерде тұратын тұрғындары сол жерде түсінді. Ана мархурдың пайдасы ет емес, именно аңшылық. Қазір примерно 70-80 мархур сатады, $120,000 бір несі. И сол халық, сол жерде тұрғындар өзі сақтап жүреді. Түсініп отырсыз ба? Сондай насарықпен де болған, қара насарықпен Африкада. Енді де бізде де Қазақстан соның осы методты пайдалануға болады. Сонда өзінің арқар деген кейін қалада жүрмейді ғой, айдалада жүреді ғой. Сонда айдалада жүргенде соның пайдасы сол жерде тұратын кісілерге. Халық өзі қорғайды, өзі пайда келеді. Енді анау, например, Востокта тұратын кісілер ана арқардың бәрін біліп отырады. Қай жерге барып тамақ ішеді, қашан сиеді, қашан ішеді, соның бәрін көріп отырады да, соны біліп отырады. Енді соны сақтап отырады. Сақтап отырғанда ана Америкадан келген кісілерге оның пайдасы. Америкадан келген кісілер олар қартайғанын атқызады ғой. Иә, қартайғанын атқызады. Оған керек, оның етсіз келмейді. Оның мүйізі керек оған. Біздің Торғайда біраз нәрсе бар ғой. Бар бізде. Насорокта болады бізде. Солай қаласың. Насорокта кезек. Соған келіп қазір. Сонымен осы қазір міне кешіріңіздер, мен айтпаған себебі бүгін міне Министерство экологии вообще дұрыс жұмыс істемейді да. Дұрыс жұмыс істемейді. Оның бәрін заңдарын өзгерту керек. Бізде проблема көп. Аренда оружия жоқ. Ана ол жақтан кісілер келеді да, мылтық әкелу үшін оны қанша қаражат кетеді. Бізге аренда оружия керек. Бүгін бұл қызық та. Бір-біріне біз мылтықты бере береміз. Заңсыз заңмен беруге болмайды. Хотя, де юре нельзя, де факто происходит. Оны арендадан ашу керек. Тағы көп мәселелер көп. Бұл ашық деген огромный ресурс. Именно біздің Қазақстанда. Потому что у нас малочисленность. Бізде 276 миллион гектар охота өтеді. Соның жартысы, 45% бөлінбеген, жай жатыр. Соған инвестордан бәрін тартып, олар келеді. Арабтар да келеді, немістер де келеді, бәрі келеді. Біздің табиғатқа қызғанады да олар. Біздің елік бар, ақбөкенің бар, доңызың бар, қасқырың бар, қаз бар. Соның бәріне қызғанады.